Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге өте дәмді болып шығатын, және де барлығы бірдей болып әдемі болып шығатын чак-чактың рецебімен бөлісемін. Ең алдымен 3 жұмыртқаны терең ыдысқа салып, оның үстіне жарты шай қасық тұз және де жарты шай қасық разрыхлитель қосамыз. Қопсытқыш қосу чак-чактың біркелкі болып көтеріліп пісуіне өз әсерін тигізеді. Онды міндетті түрде илеуіштен өткіземіз. Осындай орташа қаттылықтағы қамыр илеп, бетін жауып, тынғанша қойып қоямыз. 7-8 минуттан кейін қамыр тынғаннан кейін алып, оны қолымызбен басып, жабыспас үшін ұн сеуіп жаямыз. Қамырды қатылау етіп илесеңіз, жайған кезде ол бір-біріне жабыспай және де кескен кезде біркелкі болып тез жасалады. Чак-чактың бірнеше рецебімен жасап көрдім. Сол рецептердің ішіндегі осы рецепт өзіме қатты ұнады. Қамырды өте қалың емес және еттің қамырындай өте жұқада емес етіп, осылай орташа қалыңдықта жайып аламыз. Дайын болған қамырды осылай етіп бүктеп кесуге дайындаймыз. Қамырды бірнеше бөлікке бөліп дайындап алған қамырларды бірінің үстіне бірін жайып кесеміз. Қамырды қатты етіп илегеннен кейін ол бір-біріне жабыспай тез ажыратылады және де өте дәмді болып шығады. Барлығын кесіп болғаннан кейін алдын ала қызып тұрған майда қызарғанша қуырамыз. Мен өте қызартпай алдым, себебі чак-чактың ақшылдау болғаны, сарғыштау болғаны дұрыс. Чак-чактың түсі бірдей болып пісуі үшін майды қатты қыздырмай, орташа отта қуырғанымыз дұрыс. Келесі кезекте чак-чакқа қосатын сиропты дайындаймыз. Ол үшін суға қантты салып, оны қайнағаннан кейін, оның үстіне аздаған бал қосып, ерігенше араластырып аламыз. Бұл чак-чактың толықтай жасалу жолдарын граммына дейін описание бөліміне жазып қалдырдым. Қалауыңыз бойынша арасына мейіз қосып, және де осы дайындап алған сиропты қосып араластырып аламыз. Формасын сақтап тұру үшін осылай араластырғаннан кейін жылы күйінде 4 бұрыштап формаға салып қойдым. Формада 2-3 сағаттай салқын жерде тұрған кезде дәл осылай болып формасын ұстап өте әдемі болып шығады.